барлық жер шарындағы өнім өндірушілер бір деңгейде болу керек та, мысалы. Сондықтан мемлекет жағынан қолдау болмау керек дегенді айтып жатыр. Бірақ ол қолдауда әртүрлі, оның айналма жолдары бар. Мысалы, европалықтар мысалы гектарына $400-600 береді. Ол қандай жолмен келеді? Көрдіңіз, мәселе. Бізде мысалы таза ақша ретінде беріп жатыр ғой. Оларда мысалы алған тыңайтқыштарды арзандатып береді, өнімді қымбат бағаға сатып алады өздері. Сосын ол енді кәдімгі менің қазір 85 мың болатын болса, менен мемлекет 100 мыңнан сатып алады. Енді 15 мың маған көмек емес пе, көрдіңіз? Сондай жолдары бар. Ал бірақ жалпы неге мысалы көмек береді? Егер бізге айналайын деп, маңдайымыздан сипайын деп тұрған мемлекет жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан егер біз осы ауыл шаруашылығын құлатып алатын болсақ, мына жері қалай өңделеді? Көрдіңіз бе? Біз сосын біздің Қазақстанның біз 9 жол торабында тұрмыз, айтамыз ғой. Бірақ бізде бір несі, біз мұхитқа жолымыз жоқ. Ал мұхитқа жол деген ол енді біз дәл материктің ортасында тұрмыз ғой. Ең қазіргі көп қаражат кететіні, құнын өсіретіні ол логистика дейміз, тасымалдау шығындары, көрдіңіз бе? Сол жағын ескеру керек біз. Бұл айтып отырмын ғой, бұл жүйелі түрде, кешенді түрде үлкен бағдарлама қарау керек. Ауыл шаруашылығын өйткені ең көп жұмыс істейтіні осы ауыл шаруашылығында. Біз мысалы сырттан товар әкеліп сауда сату ол бар, бірақ біздің сол ақшамыз сыртқа кетіп жатыр. Бізде неғұрлым ішімізде өзіміз өңдеп, өзіміз сататын болсақ, сол пайдалы болады. Көрдіңіз бе? Сондықтан бастамалар жақсы, енді бізге шығарып жатқан үкімде бар, заңда бар, соның орындалуы, соның жолы, соның бағыты, сол жерлері шалағайлауда, шын айту керек, айтылады, сізден бедергі айтып отырмын ғой, мысалы бағдарламалар 2-3 жылға дейді, 2-3 жылға дейін, мысалы егер біздің мемлекет дипломатиялық жолмен, мысалы осындай үлкен концерндар бар, солармен келсе, біз сізге 5 жыл бойына, мысалы $300 майлы дақылдар береміз, оның ішінде рапс, зығыр, келісім шарт, жақын келісті. Сосын бізге береді, айтатын не, $300 сендерден сатып аламыз. Көрдіңіз бе? Бізден сатып аламыз. Енді мен әрине сол бағытта жұмыс істеймін. Қазір бізде бір жылдар ана чечевица дейміз, бұршақ тұқымдасы өнім 220 мыңға дейін барды. Сосын жаппай бәріміз себе бастадық. Көрдіңіз бе? Жүйе жоқ. Жоспар жоқ. Бәрі себе бастады. Жинап алдық 18 жылы оның бағасы 55-58 мыңға құлады. Көрдіңіз бе? Ешқандай не жоқ. Содан бәрі қайтадан сеппей қалды. Енді қазір келіп, сол чечевицаны қазір тағы да іздеп жүр, мысалы. Түрік ағайындар, өзіміздің ағайындар ғой, сол чечевицаны сол жақ түрік ағайындар, Иран мемлекеті, осы азиялықтар көп қолданады тамаққа. Сол жерлерде үлкен корпорациялар бар, сол осы бағытта жұмыс істейтін. Солармен келісу керек. Болды. 3 жылдың ішінде оларға да тұрақтылық, бізге де тұрақтылық. Көрдіңіз, осындай келісім жұмыстары жүргізілу керек, бекітіліп, екі жақты болды, сол бағытта. Сосын продкорпорация хабарлайды, біз осынша мысалы чечевица сатып аламыз, немесе зығыр сатып аламыз, бағасы осынша. Сосын бұл мүмкін мысалы 150 мың тұрақтылық, көрдің, қазір 185 мың леонға беріп жатыр, мысалы зығыр дейміз ғой. Бірақ маған көктемде осы бағытта, мысалы продкорпорация 150 мың алам, мысалы 100 мыңнан ақшасын берсе, мен сол тұқымын сатып алып, сол зығырды өсірем,
күзде мен қорықпаймын. 150-ден продкорпорацияға бердім. Екеуміз әдемі солай ғой. Сосын арғай солар Түркияға ма, мысалы, Иранға ма біз келісілген бағытында жөнелте береді. Біздің басымыз қатпау керек, көрдіңіз бе? Тапсырдым, сапасын, бәрін қарап отырдым. Осындай бағытта көп жұмыс істеу керек. Көп мүмкіншілік бізде. 16 миллион гектар жер енді дән дақылдар себіледі екен, ойлаңыз. Қанша сыртқы әрине бізде бәсеке өте үлкен. Ортамызда Ресей мемлекеті тұр, ана жерде Украинамыз тұр, үлкен жоғары не шығарады. Енді ана немен Қытайға мысалы Бразилия, Аргентина, анау қасында тұрған Австралия келеді, Канада бар үлкен. Солармен бәсеке түсу өзіміздің орнымызды табу керек. Сол жолдаудағы талаптар істелінетін болса, әрине өте үлкен көмегі. Ол әлгі арзандатылған кредиттер, сосын жерді мысалы жақсы өңдеп жатқандар бар. Сосын әлгі жылда себет, мысалы өзі жақсы өнім алып, табыс таппаған, ол әлеуметтік салаға да бәріміз көмегін беру керек болса, әрине үлкен мысалы өңірде қазір осы Солтүстік Қазақстан облысына бөлінген қаражат ұланғайыр, өздеріңіз аңғарсаңыздар, қай бағытта жүрмесеңіздер де жолдардың бәрі дұрысталып жатыр. Енді бір кереметі ауылдарға кіргізіп жатыр. Оны үкіметпен келісіп, сол шешімін тауып, ол біздің өңір басшының үлкен еңбегі, қажырлы еңбегі де болады шын. Бірақ соған бізде мысалы ауыл шаруашылығында жүрген тауар өндірушілер, жер иелері, мысалы бізде ол құр зарплатын беріп, жер үлесінің пайын беріп, сосын қоя қоймай. Ол ертең қай шаруашылықтар дамиды, қай шаруашылық тұрақтар бар ғой, мысал келтіретіндер де бар, мысалы, сол баяғы өзіміз ана жерде бір жаңағаларымыздар, мысалы, ол жастар елде қалу керек, табысы болып тұратын болса, жағдайы келіп тұратын болса, балаларын оқытатын жағдай болатын болса, бәріміз ал қалаға келіп тығылып отырайық, мынау тас пен шынының ортасына келіп. Мынау пандемия нені көрсетті? Бүкіл анау сауда орталықтары жабылды. Соның ішінде қанша халық жұмыс істеді. Бәрі үйлерінде отыр. Мысалдар көп болған. Елге барып, мысалы, мен айтам, мысалы, Абай атамыздың керемет сөзі бар ғой. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегіңмен ақылың екі жақтап дейді. Ал біз не істеп жүрміз? Жастарымызды қай бағытта тәрбиелеп жатырмыз? Терең керек, бұру да бармайды. Мысалы, сол ауыл шаруашылығына баратын болсақ, ол барлық тарихи даму дәуірлерінде болған. Қаланың күнкөрісі, мынау тұрмыстық жағдайы дұрыс деп бәріміз қалаға тығылып жатырмыз. Бірақ сен соны асырай аласың ба? Мынау қазақтың жігіттері бар, мен таңғаламын. 50 мың, 60 мың үшін охранына өзін алдау ғой. Білегіңде күш бар, жас, 42-дегі жігітсің, үйіңе бала шағыңа не дейсің? Шаруашылықта не бар, 7 мыңға таяу жер бар. Тоқшын деген ауыл ғой, енді Аққайың ауданында, сонда Камышлау деген ауыл бар. Сол жерде жер үлестер, сол жерде 2-ші жыл ғана сол жасап жатырмыз. Біз бір балық басынан шірейді деген. Ұйымдастыру, жер үлесін алып алып, өлместің күнін кешіп жүргендер бар, оны бәріміз көріп отырмыз. Мен әлгі манадан бері айтып отқаным сол ғой. Өнімділігі, сапасы жоқ нәрсе, ол қайдан береді? Өзі жарымай жатқанда. Көрдіңіз бе? Сондықтан енді өзіңіз ойлаңызшы, 10-11 центнерден алған адам, мысалы, қандай өнім береді? Сол шығынды жабады, сосын әйтеуір семіз соғымына, киім кешегіне қалады. Жұмысшыларға әйтеуір жырып-жырып, үйтіп береді, сосын жұмысшының көңілі қайдан толады. Ал егер мысалы 30 центнерден алатын болсаңыз, сізде артылып жатады, болады. Мені мысалы келтірейін. Осы шаруашылық келгенде бұрынғы үлкен тағы бір холдинг, қол шапалақта бөркімізді аспанға артып, бүкіл жерде элеваторларды берген Трансавто деген болған. Ресейлік үлкен компания. Соның бір пұшпағы қой енді соның. Сол ауылда мысалы жинақ кезінде 170 мың теңге алады, көктемде 80 мың теңге алады. Ол қай несіне жетеді?
Былтырғы жылы біз мысалы түсініңіз, өнімділік артқан сайын олардың да табысы көбейе береді. Өйткені біз жинап берген әрбір тоннаға береміз, жер жыртса гектарына береміз, көрдіңіз бе? Сондықтан жұмыс деген, ол әлгі біз кейде айтатынымыз, ой, сезонный характер ғой, анау қыста жұмыс жоқ деп. Ең алдын қатарлы жұмыс деген комбайнерларын менің былтыр 1.257.000 теңге алды. Осы 20-25 күннің ішінде. Көктем дегіз күнде 560 мың алды. Соның бәрін жинап, сосын әлгі сүрлеу жұмыстарын, күзгі жұмыстарды өткізді. Жазда анау дәрі-дәрмек бар, әрбір түрлі. Бірақ енді жинап алған кезде, мысалы, сен деймін, 2,5 миллион теңге табыс таптыңыз. Солай ма? Солай. Ал енді соны сен қалай қолданасың? 12 айға бөліп қой, сейіпқа сал. Сосын айына үлесін 12 айға бөлсең 200 мың теңгеден пайда тауып тұрсыз ғой. Оның сыртында анау айтады ғой, еріншектің етігі көлеңкеде, соқасы күн астында тұралайды дейді. Балақ тұрып қарекет қылғандардың бақыт келіп есігінен сығалайды дейді. Не деген тамаша сөз. Ауылда отыр, мысалы, мал ұстайды, биылғы жылы мен оларға шөптерін шауып бердім. Неге? Өйткені шөп шауы науқаны дәл біздің егін орағына сәйкес келеді. Ол үйінде шөп, азық түлігі дайын болмай, менің жұмысыма ден қоймайды, көңіл алаңдап тұрады. Шөбімді әкеліп алу керек деп. Сондықтан олардың әрбірі жеке-жеке шауып жинағанның өзінде олардың бағасы қымбатқа түседі, шығыны көп болады. Ал біздікі, мысалы, жинаңқы бәрін жинап алғанда 10 күннің ішінде бәрін шөппен қамтамасыз етіп бердік. 10 түктен өздеріне бердім. Тегін қалғанны, мысалы, 2,5 мың теңге сол бағасы ретінде тапқан табыстарынан ұстап қалып солай берді. Бәрі қазір шөптер дайын, сабындар дайын, қазір міне нелерін береміз, жемдерін береміз болды. Олар сосын қыстың қыс бойы сиырларын сауып сүтін өткізіп отыр. Табыс деген ауылда бар, сондықтан әлгі бір нәрсе екінші нәрсеге себебін тигізе береді. Неғұрлым өнімді көп алдыңыз ба, сіздің ол енді оны дәлелдеп керек жоқ, аксиомада. Жыл биыл өте ерекше болды. Ерекше, оны мен ғана емес, мысалы, біреу жасырар, біреу айтпас. Бірақ біз айтады ғой, ауруын жасырған өледі. Биылғы жылы өте қатты қуанышылы жылы болды деп айтуға болады. Оны мен айта берем, өйткені өзімнің шаруашылығым басында болып жатқан, көршілерімнің басында болып жатқан жаңбыр өте кеш келді. Ауаның райы, мысалы, температурасы аптап ыстық болды. Өздеріңіз де сезген шығарсыздар. Жердің қазір жарылғанын көрсеңіздер, мысалы, 250 жерде жыртық бар. Соған қарамастан енді өнімділігі жақсы деуге болады, 22-23 центнерден қазір айналып жатыр. Оның бәрі де сол технология, күзгі сүрлеу жұмысына, көктемде ылғал жау бар, оның тыңайтқыштарды беру бар. Қанша шаруа. Соның бәрі біз кейде соны істемей ерінемізді мүмкін беріп қалар деп Құдайға сеніп отыра береміз. Сондықтан өнімділік жақсы. Мысалы, өңір басшысы айтып жатыр, күз қалай болады, пандемия қалай дамыды. Мысалы, шынымен қазір кішкене неткен сияқты ғой, енді кеңесі. Бірақ арғай, сондықтан азық-түлік өзіміз қамтамасыз ету үшін қарағым ол себектері. Оны неге сеуіп көрмеске, сеуіп жатқан азаматтар да бар. Сондықтан бізде, мысалы, биылғы жылы 3400 бидай ектік, 800 арпа, зығыр ектік 600 гектардай, соның 200 бұршақ тұқымда чечевица, 200 гектардай соя дейміз ғой, соя септік сол. Енді бүгінгі таңда қалғаны қазір сол 20-25% қалды ғой, сол зығыр алынған жоқ, жығылып жатыр, кішкене енді дестеленіп жатыр. Бидайдан 500 гектар ғана қалды. Бүгінгі таңға енді ерекшеліктің өзі осы, мысалы, күннің аптап ыстықтығы ғой, біз ерте кіріп кеттік, мысалы. Жиын-терін науқанына пысық қалды. Көріңіз, біз осы алдыңғы жылдары, мысалы, осы кезде 25%-ын алсақ, кәдімгідей шүкірлік қылып отырмыз. Октябрьдің ішінде жинайтынбыз ғой. Қазір қараңыз, 7-ші қыркүйек 75% бітті. Ерекшелігі осы.
мына қырманымыз бар ғой, қырман дейді, соның басында тоқой хозяйство дейді, сол шаруашылық, сонда өңдеп, тазалап, сол элеваторларға тапсырамыз. Әрине, көп сұрақтар бар, кейде мысалы алдыңғы атын айтпай қояйын, түсін түстемей қояйын, бір элеватор алып барып, 12,5% арпаны апарып өткізем ба деп едім. Сол 16,5 қойып жатыр. Енді мен айтамын да, бұл жерде енді әр шаруашылық осылай өз келісіп жатады ғой. Сосын жарайды, менің апарған өнімнің сапасын осылай түсіретін болсам, сосын кеттім басқасына бардым, сол басқасына тапсырдым. Ол маған 12-де 8 деп жазып берді. Енді керек 14 қой, енді ГОСТовский сол. Көрдіңіз, осындай кейбір кемшіліктер болады. Әрине, ол өмір болғасын онсыз болмайды. Бәрі де, мысалы, биылғы жылы үшін өнім бәрі құрғақ, сосын элеваторларға тапсырмай жатыр. Біз оларды да жау көре бермеуіміз керек. Көрдіңіз бе? Биыл жақсы, біз тапсырмай жатырмыз. Келесі жаңбыр болады, бәріміз өшіретке тұрамыз, кезекке тұрып өткізе алмай зар боламыз. Сондықтан әр шаруашылық қазір мүмкіншіліктер де бар, мынау казагрофинанс арқылы үлкен ол субсидиялар. Мысалы өзіміздің басында мен мысалы биылғы пандемия арқылы келіп дұрыс құрастырылмады, бірақ алып қойған кептіргішім бар, тазалағышым бар. Соны тазалап, кептіріп, мысалы қоймамда сақтасам, әрине ол баға өсіп, мысалы элеваторға салып қойғанмен ол да қоймада жатқан үшін, сақтаған үшін ақша алады, көрдіңіз. Сондықтан қазір айтып отырмын ғой, біз жай жалпы саралап қарайым, дамып келе жатыр, әр қожалық өз басында кептіргіштерін салып жатыр, тазалағыштарын салып жатыр, тыңайтқыштармен қатты жұмыс істей бастап жатыр, сұйық тыңайтқыштар, мысалы кас дейміз. Сондықтан оң өзгерістер бар, құдай қаласа, енді шаруашылық біздің солтүстік Қазақстанды айтып отырмын, ең бай, майлы жер, құнарлы жер осы солтүстік Қазақстан. Біздің солтүстік Қазақстанда 20-дан кем алдым деген ол азаматтың басына сын болу керек, ұят болу керек.